11 Navruz. Sадикке дайын. Дайынсың ба? Кәні тақпағын айтшы. Анашым айтшы. Асын сирек, ұмытықты, ама біз сирек, ауадан сирек. Жаным сол, алтыным сол. Бүгін индийский би билейік. Ұйықтап отыр жолама. Етігін киіп алып, кілемнің үстінде тұр. Бер тұрсай отам. Кілем бәрін қырғылдың ғой. Қойке куртканы киіп тұра берейік. Бүгін көктемнің алғашқы күні болса да, менің қыздарым курткаларын киіп алды. Себебі дала салқын. Ами, Айрис, қошақаным, мамасының. Ей, көселіп! Зәні, мамасының. Осы беру. Бұлай тұршы ері, анан бас кейін тұрса. Бергелей, Тами, басың тұрсайықшы ке, қалпағын. Қоян. Қалпаған кеуіп, қоян бұласын сен. Қоян. Сасын көсетемін. Ай, шешпе, ойбай басын. Сасын көсетем. Шешпе, тоңасын. Кәні көрсет шашын. Артқа қара. Мамасы өріп берді шашын. Маған қара. Күшті ма? Ұнап тұрма саған. Маған қарасы айға. Болды енді кей жаурайсын, құлағына су көтеді. Аяй бар. Кей бол. Ой, жаным. Бергелей, басыңа кей қызым. Ертең құлағына ауырады сол кей. Бұне маған қарашы. Достар, жаңа мен өзім смузимді ішіп алдым. Енді аяуымға завтрак. Пицца. Қазір қызым шайын ішіп алады таңғасын. Нанның бәрін жейді екен деп ойлап қалмаңыздар. Ол пицца жақсы көреді, кейін мектепке шығатын уақытта да түсте осыдан жеп кетеді. Сосын обязательно какао. Енді Несквик қымбаттау түседі бізге. Сол үшін де хрутканы алып қоямын. Обязательно завтракте какао ішеді. Әсіресе аяуға жақсы көреді. Аналар да ішеді, аяуым өте жақсы көреді какаоны. Ешкен оны вафли, пицца, какао мен завтрак. Мама, мен сабаққа кететін жерін пісірші ма бірдеңе дейтін. Айтатындарыңды. Қазір мен сабаққа баратынымда достар. Қазір істесіп, нәрсе көрістім. Кеше бізде Айзере деген қыздың туған күні болған. Соған өзіне мынандай блок қойып бердім. Мама, мен саған құлпа. Еще ручкасы да бар. Оған біреу, өзіне біреу ма? Иә. Ручкасы да. Достарың туған күні болған кезде саған рахат, иә? Досына бір подарка әкеп беремін, мен еще өзіне тура сондай біреуін әкеп беремін. Сабаққа дайын отсын ба енді? Кімде жаттауыңды айтпеш? Сұрық, пұрақ дейтін. Айтпеші енді? Ана жерде ана бала бәрін қандай. Болдың ба? Болды ма? Ұсақ ба? Сіздер үшін мұна қыздарды арнайы түсірейін деп тұрмын. Қайдан келдіңдер? Мама. Жаным, кім берді оны саған? Апай. Жан, бередіңдер ма? Алғыс айттыңдар ма бір-бірлеріне? Кел, кіріңдер.
шоқон кеп ол ана бала жылап жатыршы. Жаным, иә. Жаным. Вот трава. Кел колодкенге. Күштісін ертіп қояқ. Неге ең күшті кәмпит, ну? Бәріңе бердім осындай. Қазке колодкенге. Асын кездес. Жаным. Масының сүлегі ғой. Сүлегі. Тұра, колодкенге бар. Күшті биледіңдер ма? Үнді биледіңдер ма? Үнді биін. Енді маңғыра. Дұрыстап көтер жейші. Оба, болды. Жаным, қосаққандар. Қосаққаны ғой мамасының қосаққандары ғой. Тами іштейсің ба? Тами көшқа да жүрші. Уже бағанысың? Нәқса бар ғой? Бар ма? Жоғын. Тақпағын айтып бердің ба? Күшті айттың ба? Ұмытқанын жоқсың ба? Батақады көптесі. Су қойып берейін ба? Сүт. Әке сүт қойып бер. Әке сүт берсін. Су көптесі батағамы сүт. Ау? Батағамы сүт. Ботақамен сүт қойып берейін ба? Әкеле ғой. Жаным менің бұлдыр деген тіліңнен сен, ботақамен сүт деген тіліңнен сен. Кел, ботақамен сүт қойып берейін. Достар, мен магазинде жүрмін. Әдеттегідей сүт, йогурт алдым, осылады. Болады, осылады жерде. Мына жақтан шайға заттар алатын боламын, балаларға. Көп жерден суббота воскресенье жейтін заттарын алатын боламын қазір. Бізбен бірге болыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Біздің балдар Барнидің любительдері жақсы көреді Барниді. Пачкасына тағы не алсам болады. Ертең суббота воскресенье үйге сыймай кетеді ғой. Мама андай жеймін, мама мынандай жеймін деп. Осы жерден қазір не алсам екен. Ойланып мынадан алсам деп тұрмын. Қазір енді банан алайын. Сонымен болып қалар өсте. Ал достар, мен магазиннен шықтым. Заттарын алғаным. Енді осы неше теңге болды десеңіздер. 6568 теңге болды. Енді үйге қайтам. Дала күшті болып тұр. Қазірден алшы бүгін түзеп. Иногда да магазинге келген кезде менде андай жағдай болады. Кейде бір ақша көп құртпайын, шамалы үнемдеу керек деген кезде
кішкентай зат алсам да, короче, қымбат болып кетеді да, көп ақша төлеп жіберемін да. Ал кейде болады, бір ақшам берекелі болып кете ма, көп зат алсам да, аздау ақша төлейтін кездер да. Мысалы, бүгін біраз зат алдым. Меніңше 6500 теңгеге күшті покупка жасадым деп ойлаймын. Мына біздің көше. Біздің көшеде асфальт жоқ, өкінішке орай. Себе жетіп алайын. Маман, итте жұма немене. Болды, қоя бер. Жаным. Ал достар, мамамыз магазинге барып тұрыпты. Ой, бәрін түсірдің ғой, аяла. Барни, нан әкепті, чипсы. Аяла, чипсы көрші. Мына жерге не шаштыңдар, маған бәрі қиқым болып кетті ғой. Аяла, чипсы. Аяла, чипсыйды қазір тамақ болғаннан кейін жесіңдер. Кіші тамақ болғаннан кейін барни да жейміз. Тамақ ішпей қойсаңыз да тамақ жемейсің. Жоқ, болмайды, деген. Мам, күшті шүйен Ертең жесе бәрін қазір жемесің. Мына жердің бәрін қиқым қылдым, мына ше.